Қайырлы күн, құрметтілерім. Егов мобайл қосымшасы арқылы сенім хатты қалай алуға болады, соны үйренейік. Ең алдымен егер Егов мобайл қосымшасы телефондарыңызда орнатылмаса, оны тартасыздар және оны тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін жеке пароль создавать етіп, авторизация жасайсыздар. Авторизация жасағаннан кейін басты бет батырмасына кіресіздер. Одан кейін басты бет батырмасында e-нотари деген қызмет түрі көрсетілген e-нотарины басып, жеке деректерге қолжетілімдікті ашасыздар. Ол үшін разрешить деген батырманы басамыз және қолжетілімділікті ашамыз. Қолжетілімдік берілгеннен кейін клиенттің жеке кабинетіне онлайн жолданады. Клиенттің жеке кабинеті арқылы сіздер қызметке онлайн тапсырыс бере аласыздар. Ол үшін іс-әрекет түрін таңдайсыздар, яғни бізге керектісі сенім хатты таңдаймыз. Одан кейін ұялы телефон номерлеріңізді енгізесіздер. Одан кейін сенім хат берілетін тұлғаның 12 таңбалы ЖСН номерін теріп жазасыздар. Ең соңында дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру батырмасын басып, қызметке тапсырыс бересіздер. Нотариуспен видео байланыс жасалынады. Видео байланыста нотариусқа жеке құжаттарыңызды ұсынасыздар және де не үшін сенім хат тұлғаға беріліп жатыр, қандай іс-әрекет жасауға беріліп жатыр, нақты түсіндіріп айтасыздар. Нотариусқа жасаған іс-әрекеттер үшін қызмет ақысын онлайн төлем жасайсыздар. Төлем жасалғаннан кейін QR-кодпен расталған онлайн сенім хат Егов мобайл қосымшасының құжаттар бөлімінде шығады. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басамыз, сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза өтіңіздер.